Граф Монте-Кристо енді Парижге дейінгі алғашқы сахнасына оралды. Марсель бұл бұрынғы өмірінің көрінісімен қапталған еді. Азап, сатқындық, ашу, бәрі әлі тірі. Бірақ енді ол басқа адам. Енді ол есепшіл, салқын, дәл стратег болды. Данглар енді банк иесі, бай қоғамда беделі бар адам. Бірақ граф оған қарапайым түрде жол ашты. Шетелдік сауда, инвестиция. Бірақ бәрі тез деді. Данглар ашкөздігін көрсетті. Ең кіші қателік графтың бақылауында. Бірнеше күнде Данглардың банкі өздігінен құлауға жақындады. Граф бәрін байыппен бақылады. Әр қимыл шахматтағы фигураның қозғалысы, әр сөз тұзаққа апаратын құрал. Екінші қадам Фернан Монтеро. Енді ол сенатор, соғыс батыры, мәртебелі адам. Бірақ граф ескірген әскери жолдар, жасырын қателіктер мен ескі сатқындықтарды ашып, Фернанға алғашқы соққы жасады. Журналистерді пайдаланып, ескі армиядағы сатқындықты тарату, өткенінің қараңғы бұрыштарын күндізгі жарыққа шығару. Фернан ашуланып, бірақ әрекет жасай алмай қалды. Ол енді қоғам алдында ең әлсіз тұлғаға айналды. Үшінші қадам прокурор Вильфор. Жерар де Вильфор беделді, әділетті адам ретінде қалада тұрғанымен, графтың жоспарлары оның ішкі қорқынышын ашты. Жеке хаттар арқылы граф ескі қателіктерді меңзеді. Вильфор өзінің мансабы үшін жасаған сатқындықтарының барлығын есептелгенін сезді. Бұл бірінші психологиялық соққы еді. Ешқандай айқай жоқ, тек салқын, есептелген әсер. Төртінші қадам Мерседес. Мерседес енді бай әйел, Фернанның әйелі. Бірақ оның көзінде мұң бар, жүрегі өткенге толы. Граф оны алыстан бақылап отырды. Ол оған жақындаған жоқ. Көрермен үшін ең керемет драмалық сәт. Өткен махаббат пен қазіргі салқын есеп арасында теңселу. Мерседес графты таниды. Ол енді Эдмон емес екенін біледі. Бірақ ол әлі шындықты толық түсінген жоқ. Мерседес тек алғашқы сахна, бірақ граф өзінің кек алушы ретіндегі рөлін дәл анықтады. Әр адам шахмат фигурасы, әр іс-қимылы есептелген қадам, әр эмоция бақылауда. Қала әлі ештеңе білмейді. Бірақ өткен тірі, кек есікте тұр, ал граф дайын. Граф Монте-Кристо Марсельде алғашқы әрекеттерін жасаған соң енді Парижге бет алды. Бұл басты сахна. Мұнда оның жаулары жоғары қоғамдағы беделді адамдар, бай адамдар, барлығы өзінің мансабымен, байлығымен, махаббатымен айналысып жүр. Бірақ граф үшін бәрі шахмат тақтасы. Парижге келген сәтте ол алғашқы көрген салондағы жарық шамдар, күлкілер, сыра мен шарап иісі, сәнді көйлектер мен әдемі мүсіндер, барлығы сырттай жарқыраған, ішкі жағынан сынық пен құлдық. Данглар Парижде қаржы магнаты ретінде отыр. Ол байлықты мақтан тұтты, бірақ граф оған қарсы шабуылын жасады. Бірнеше жасырын келісім арқылы Данглар өзінің ашкөздігін көрсетті. Граф ақырын бақылап, әрбір қимылды жазып алды. Алғашқы психологиялық соққы «сен менің бақылауымдасың» деген сәтте болды. Фернан Монтеро Парижге келгенде әлі де сенатор. Бірақ граф бұрынғы әскери қателіктерін, жасырын сатқындықтарын, жасырын мақалаларын пайдалана бастады. Газеттер мен әлеуметтік байланыстар арқылы өткенін жариялады. Фернан қоғам алдында қорықты. Бірінші сәттен-ақ оның абыройы ери бастады. Жерар де Вильфор енді графқа қарсы тұра алмады. Граф оған ешқандай шабуыл жасамады. Тек ескі хаттар мен құжаттарды меңзеп, ішкі үрей тудырды. Вильфор өзінің жасырған қателіктерін ойлады. Қоғам алдында абыройы қауіпте екенін сезді. Граф Монте-Кристо енді күтіп отырған жоқ. Ол әрекетке көшті. Бірақ бұл ашық шабуыл емес, бұл ақылмен, жүйкемен жасалған соққы. Париждің жоғары қоғамы оны жұмбақ, бай, шығыс әлемінен келген тылсым адам деп қабылдады. Оның сарайы, байлығы, сирек қонақтары, бәрі адамдарды қызықтырды. Бірақ ешкім оның шынайы мақсатын білмеді. Граф банкирдің ең әлсіз жерін білді, ақша. Ол жалған емес, бірақ әдейі бұрмаланған ақпараттар арқылы қаржы нарығында дүрбелең туғызды. Данглар ірі инвестиция жасайды. Граф сол бағытты кері бұрады.
Бірнеше күн ішінде банкирдің жүйкесі сыр бере бастайды. Бұл толық күйреу емес. Бұл ескерту. Сенің байлығың менің қолымда деген үнсіз хабар. Келесі қадам Жерар де Вильфор. Граф тікелей шабуыл жасамайды, ол тек ескі құпияны қозғайды. Вильфордың өткеніндегі жасырын қылмыс, көміліп қалған шындық қайта ояна бастайды. Үй ішінде үрей пайда болды. Кездейсоқ аурулар, күмәнді оқиғалар. Граф ештеңе істемегендей көрінді, бірақ ол бәрін біліп отыр. Үшінші қадам Фернан Монтего. Фернан Монтего үшін абырой бәрі. Граф оның әскери өткенін зерттеді. Ескі сатқындық, алданған халық, сатылған намыс. Газет беттерінде сұрақтар пайда бола бастады. Салондарда сыбыр көбейді. Фернан алғаш рет қорықты. Бірақ бұл жерде ең ауыр сәт графтың өз ішінде. Ол кек алушы ма, әлде Құдайдың жазасын орындаушы ма? Кей сәтте ол жас Эдмон Дантесті есіне алады. Түрмедегі 14 жыл. Қараңғы, үмітсіздік. Бірақ сол әлсіз жігіт енді жоқ. Оның орнында салқын, есепшіл, тағдырды басқарушы адам тұр. Граф Монте-Кристо енді тек сыртқы соққылармен шектелмейді. Ол жауларының үйлеріне, жүректеріне, тыныш өмірлеріне еніп кетті. Париждің аспаны ашық, бірақ үш үйдің ішінде қара бұлт қоюлана бастады. Жерар де Вильфор үйінде тыныштық жоғалды. Біреу ауырады, біреу кенеттен әлсірейді. Дәрігерлер түсінбейді. Үй ішіндегі салқын көзқарастар күдік, жасырын, дұшпандық күшейе түсті. Граф кездейсоқ қонақ ретінде келіп, жай ғана бақылап отыр. Ол у туралы біледі, удың әсерін, мөлшерін, салдарын, бәрін есептеп қойған. Бірақ ол қолымен істемейді. Ол тек жағдайды итереді. Адамдардың өз күнәсі өздерін жойсын дейді. Вильфор алғаш рет түнді ұйықтай алмай шықты. Өткендегі көмілген құпиясы, тірі көмілген нәресте. Сол қылмыс қайта оралатындай сезілді. Данглар бұрынғыдай сенімді емес. Граф оны үлкен келісімдерге итермелейді, ақпарат береді, сенім ұялатады. Сосын нарық өзгереді, ақша ағып кетеді, қарыз көбейеді, сенім жоғалады. Данглар алғаш рет банкрот сөзін қолданды. Фернан Монтего үшін ең ауыр нәрсе қоғамның күдігі, оның Алжирдегі өткен әскери әрекеттері, сатқындық айыптары қайта қозғалды. Газеттер жазылды, парламентте сыбыр көбейді. Оның әйелі Мерседес бәрін үнсіз бақылап жүр. Ол графқа бір кеште тік қарады, көздері кездесті. Сол сәтте Мерседес бәрін түсінді. Бұл Эдмон. Бірақ ол оны да өзін де құтқара алмайды. Граф Монте-Кристо енді жай ғана бақылаушы емес, ол тағдырдың жібін тартып отыр. Бірақ жіп тартылған сайын біреудің өмірі үзіледі. Фернан Монтего туралы шындық ресми түрде жарияланды. Алжирдегі сатқындық, қорғауға тиіс адамдарды сатып жібергені, ар-намыстың аяққа тапталуы, парламентте дауыс көтерілді. Газеттер айқындалды, қоғам одан теріс айналды. Ол үйіне келгенде бәрі өзгерген еді. Мерседес оған бұрынғыдай қарамады. Ұлы Альберт те әкесіне сенімін жоғалтты. Фернан алғаш рет жалғыз қалды. Абыройсыз, қорғансыз. Ол графқа барды. Екеуі көзбе-көз тұрды. Сен кімсің, деді Фернан. Сен ұмыттым деген адаммын, деді граф. Сол сәтте Фернан бәрін түсінді. Түнде, үнсіздік, атыс дыбысы. Фернанның тағдыры аяқталды. Мерседестің ауыр таңдауы. Мерседес графқа жалғыз келді. Ол тізерлеп жыламады. Ол айқайламады. Тек бір ғана сөз айтты. Эдмон. Графтың жүрегі дір етті. Ол 14 жыл бойы бұл атты естімеген еді. Мерседес бәрін түсінді. Сен кек алдың. Бірақ мен не үшін жазаландым? Бұл сұрақ графтың жүрегін алғаш рет ауыртты. Ол Мерседесті босатты. Оның ұлын да аман қалдырды. Ал Жерар де Вильфор үйінде улану оқиғалары күшейді. Бірінен соң бірі өлім. Кінәлі кім? Үрей кімнің ішінде? Вильфор ақылынан адаса бастады. Өткен күнәлары оралып жатқандай. Граф оның үйіне келген сайын тек тыныш қарап кетеді. Бұл ең ауыр жаза. Кінәнің өзімен өмір сүру. Данглар ақшасыз қалуға жақын. Банк сенімін жоғалтты. Қарыздар жиналды. Граф соңғы соққыны беруге дайын.
бір жау кетті, бір отбасы күйреді, бірақ граф өзін жеңімпаз сезінбейді. Ол алғаш рет ойланады: мен әділет орнаттым ба, әлде мен де зұлымға айналдым ба? Граф Монте-Кристо Вильфордың ең қараңғы құпиясын ашты. Некесіз туылған тірі көмілген бала, өтірікпен салынған мансап, бәрі әшкере болды. Ал Жерар де Вильфор ақылынан айырылды. Сол сәтте граф алғаш рет кектің тым алысқа кеткенін сезінді. Ал даңлар байлығын арқалап қашпақ болды. Бірақ тағдыр торы тарылды. Граф тоқтады. Әділет орын алды. Енді кешірім ғана адамды құтқарады. Даңлар қашты, ақшасын алтынға айналдырып шекара асуға тырысты, бірақ жолда оны қарақшылар қолға түсірді. Олар оны қорлап әрбір тиынын тартып алды. Кеше ғана Париждің ең бай банкирлерінің бірі болған адам енді нан үшін жалынды. Граф бәрін сырттай бақылап отырды. Соңғы сәтте ол даңларды босатты. Мен сенен байлығыңды алдым, бірақ өміріңді алмаймын. Бұл кек емес, сабақ болды. Даңлар босап шыққанда бұрынғыдай адам емес еді. Ол алғаш рет шын өкінді. Жерар де Вильфор үйінде трагедия аяқталды. Өлім, ашылған құпиялар. Ақыры ол өз күнәсінің салмағына шыдай алмай есінен айырылды. Граф оның қираған бейнесін көріп үнсіз тұрды. Мен құдай емеспін дегендей ой алғаш рет анық сезілді. Мерседес графпен тағы бір рет кездесті. Сен кек алдың, енді не қалды, деді ол. Граф ұзақ үнсіз қалды. Үміт. Мерседес кетті. Ол графпен қалмады. Өткенді қайтара алмайтынын екеуі де түсінді. Граф енді Парижден кетуге дайын. Ол байлықты, атақты, қорқынышты артқа қалдырды. Ол тек бір шындықты түсінді. Кек жанды тазартып жібермейді. Кешірім ғана адамды жеңілдетеді.